Құрметті Жетісу облысының тұрғындары мен қонақтары, жол апатын алдын алу мақсатында Жетісу облысы бойынша 8 видар кешені жұмыс жасауда. Бүгінгі таңда қорғау мобильді қосымша патрульдік полиция батальонының қызметкерлерімен қолданыла бастады. Қорғау қосымша патрульдік полиция қызметкерлерінің жұмыс планшеттерінің орнатылған және жоғарыда аталған видар бағдарламалық кешендерімен біріктірілген. Қорғау мобильді қосымшаның жұмыс принципі барлық әкімшілік құқық бұзушылықты анықтайды. Оның ішінде іздеуде жүрген жалған мемлекеттік тіркеу номерлері мен көліктерді, жүргізуші куәлігімен айырылған адамдарды және де басқа жол жүру ережесін бұзушылықтарды анықтайды. Құрметті жүргізушілер, сіздерден жол ережесін бұзбай қатаң сақтауларыңызды сұраймыз.